Шымкент қаласы полиция департаментінің бастығы генерал-майор Ералы Жұмаханбетовтің бастамасымен қала аумағында өтіп жатқан таза қала жедел алдын алу іс-шарасы өз жемісін беріп жатыр. Профилактика аясында төмендегідей құқық бұзушылықтарды анықтау және болдырмау бағытында күшейтілген жұмыс жүргізілуде. Қоғамдық орындарда және қала көшелерінде тәртіпті сақтау, белгіленбеген орында коммуналдық қалдықтарды тастау, экологиялық құқық бұзушылықтарды анықтау, қаңғыбастар мен қайыршыларды анықтау, оларды арнайы қабылдау, тарату орнына орналастыру. Тәртіп сақшылары барша қоғам мүшелерін өз қаламызға жанашыр болуға шақырады. Қаланың таза, әдемі, әрі жасыл желекке оранып тұруы әрбір адамның сүйіспеншілігі мен жанашырлығын қажет етеді. Қоғамдық орындарды ластамау, ауланы ретке келтіріп ұқыпты ұстау санитарлық талап қана емес, мәдениет пен талғамның белгісі. Мегаполисті бірге таза және қауіпсіз етейік. Шымкент қаласы полиция департаментінің баспасөз қызметі.